Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге бельгийский вафлидің рецептісімен бөліскім келеді. Таңғы асқа әзірлеп жүрген ерекше тәттілерімнің бірі өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Менің рецептіммен дайындап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар: ұн, жылы сүт, ерітілген сары май, қант, разрыхлитель, 2 жұмыртқа. Ең алдымен разрыхлителімізді електен өткізілген ұнымызға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, оған қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Егер де сіздер әр нәрсенің мөлшерін білмесеңіздер, 1 пиала деп өлшеп алуға болады. Мысалы, менде қант, сары май және сүтімізді 1 пиала деп өлшеп алдым, ұнымызды 2 пиала деп өлшеп алуға болады. Ендігі кезекте ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Түбіндегі қантымыз жақсылап араласып еруі керек. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, бөлме температурасындағы жылы сүтімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызды ситадан немесе електен өткізу арқылы 2-ге бөліп, жақсылап араластырамыз. Ешқандай да араластырған кезде түйіршік қалмауы керек. Миксермен де, миксерсіз де араластыруға болады. Бастысы түйіршік қалмауы керек. Енді екінші бөлік ұнымызды салып, тағы да араластырамыз. Міне біздің тестамыз дайын болып шықты. Өте қатты сұйық та емес, қою да емес. Осындай орта қалыпта болуы керек. Міне біз вафельницамызды қыздырамыз, қызғанын тексереміз. Жақсылап майлаймыз, вафельдеріміз жабысып қалмас үшін. Тестамызды саламыз. Мен 3 ас қасық саламын. Міне салып біттім. Енді вафельницамызды жауып 2-3 минут пісіріп аламыз. Міне ашқаннан кейін осындай болады. Вафельницамыз осындай қызарған, үлпілдек болып тұрған, жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай. Міне біздің вафельдарымыз дайын. Енді қалағанынша тарелкаға салып, әсемдейсіздер. Мен сахарный пудра мен шоколад қостым. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.